Ақылды қоян ертегісі. Ертеде ешкі жүні бөртеде өте бір бай орман болыпты. Бұл орманның аңдары саудамен айналысыпты. Өте алғыр жануарлар осы орманда жиналыпты. Бұл орманның патшасы әрине арыстан болыпты. Олардың саудалары қалай жүзеге асыпты? Аралардан алынған бал аюларға сатылыпты. Оның құнына ағаш тақтайлар алынып, базардың құнымен сәулетші құндыздарға өткізіліпті. Осылайша біршама уақыт өткен соң, саудалары алға баспай, аралар ақшаны асынып, аюлар балды сапасыз көріп, құндыздар алған тақтайларын ұнатпайтын болыпты. Не керек орман патшасы арыстан ел жұртқа масқара болмайын деп, әбден ойланып, толғанып